Ассалаумағалейкум, қымбатты миллион фандар, жақсы жандар. Бізде жаңа жоба. Как ты, улычка моя? Что-то жаман кадр болды. Жоқ, түскен жоқ. Андай сызығы түсіп қалды ма деп жатыр ғой. Негізі айтқым келгені Уланың сызығы емес, бір әдемі жоба бастап жатырмыз. Ақбұлақ командасымен бірге арнайы. Как ты, улы? Настроение зор, да? Мына өсте балдар жоба түсіріп атса, өсте бас көзіп отсаң, кайф емес па? Тағы да бүйту керек еді. Мен настолько арықтап кеткенмін, мына қарасаңыз, ремень кимейтін. Ой, мен сізді футболисттерді көрсетемін деген бар. Футболный площадкаға әкелемін десем. Ой, өш жерде ғой. Футболисттер өш жерде ғой. Қайсы ау? Ой, Қазақстанның бәрі футболисттер өш жерде жатыр. Міне. Қатарынан жатыр. О, мына аяқтарда да жатыр жаңа. Тренировка істейміз деп әлі жатыр ғой. Ана ақ қандай ағаш, аппақ болып тұр. Олар әдемі, олар Реалдың ағаштары. Реалдың ағаштары. Кеше жақында келді. Үй салайын деп жатқанмын ғой, Құдай қаласа. Зор, ондайға зор бұлар ше. Крубляктар, Стропилов, Рейкі болып жатқандары бар. Өзіміздің Қазақстанның футболисттері. Өш стабильный өш жерде олар күні-түні. Өш жерде шли поляға бар. Ағаштар дейді ғой олар. Бірақ жақсы ағаш үйге бөледі. Қай жерде дедіңіз ау? Үйге бөледі. Dostlarning апаннан жалын сәлем. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін нағыз қасқырдың өзін мініп шығамыз. Тағы бірдеңені тындырайын деп жатырмық ұшым. Бірдеңе білдірейін деп жатырмық былайша айтқанда. Білдіргеннен Құдай сақтасын. Контент бойынша да кешке мощный контенттер күтіңіздер. Қызықты история видеолар салатын боламыз. Бізбенен бірге болыңыздар. Ал баршаларыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз ағайын. Ассалаумағалейкум. Өшірден аяқтаймыз да, или мансар өшірден аяқтаймыз ба? Соңғы өшірден аяқтаймыз да, или мансар өшірден аяқтаймыз ба? Олар бүгін сериал бастап жатыр. Сәттілік. Міне көп. Камера бар. Ассалаумағалейкум. Бүгін қалған досым екеуміз демалыс етіп баратырмыз. Бүгін күн демалысқа арнап жатырмын. Барғаннан кейін шашлик, қуырдақ, анау, мынау бәрін пісіріп жеп, тауда балық ұстап, сөйтіп демалып қайтайын деп жатырмын. Иә, табиғат тамаша болып тұр, иә. Әңгіме жоқ болып тұр ғой. Енді тауда бүйтіп көтерілеміз, Швейцария басылып қойды. Міне. Алғашқы дәмдері менімен бірге сезініңіздер. Сериал түсіріп жатырмыз деп тұршы, новый. Тірлігің бітіп, демалған тыныққан күшті ғой. Роял спаға келіп, Ақбұлақтың балдары бар. Осы съемкіге түсірілімге атсалысқан бәріміз келіп, демалып күшті болып, жаңа туған сәбидей болып қайтып баратырмыз. Роял спаға жұмға үлкен рахмет. Күшті келіп тұрыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ойбай, кеше гайге ұсталып қалдым. Енді әлеуметтік желіден адамдардың бәрі жіберіп жатыр маған, не болды деп.
страховкам жоқ екен, соған жазып берді. Сөйттім да 9.000 теңге толтырып алдым да кеттім. Бәрі нормально менде, короче. Енді Шымкентте қазір кішігірім атыс шабыстар болып қалды. Соның зияны маған да тиіп кетті, короче. Қаланы қырып жатыр қазір гаишник ағалар. Менде өзімде бәрі күшті. Қазір Арысқа бара жатырмыз. Бүгін Арыста қызық болайын деп тұр. Келесі историяларыма салатын боламын. Бірге болыңыздар. Негізі өмірде екі адаммен ерегіспеу керек. Біріншісі гаишникпен ерегіспеу керек, штраф толтырып жібереді. Екіншісі Мансармен ерегіспеу керек. Сен тоқтата алмайды. Жігіттер бүгін Арыстелка. Ойбай, жаман кірдеш. Давай! Ой, уж. Болды. Тамаша. Керемет, егер де жаман емес. Гонг тарелка бізде. Отқан адамға бірлеген бермешел. Акат. Аяма. Ой, бармай. Ой. Төбелеспе. Қара ойна. Алдыға істе, алдыға. Ойна. Бұл жекпе-жекте төрештердің басым досы мен Сапарбек Саян жеңіске жетті. Бала екінші рет шығып жатыр, мықты екен, молодец. Екінші рет шықты. Қызылдағы бала екінші рет шығып төбелесіп жатыр. Мықты екен. Абдыкметсин. Саян, ММА'ден кетіп па? ММА'ден. Yok, bir yerde biz. Bak, acılet, bak. ММА'ден кетем деп отыр. Бүгін біздің Шымкенттен 30 километр жерде Балықты деген жерге келдік. Міне тамаша. Бәке қандай енді табиғат? Тамаша, мына ең дәулігін ай. Файтмен. Әдемі екен. Бір деп біздің. Уже 1 сағат тұрмын. Гаишниктер шақырғанмын ғой. Мен машинамды бір соғып кетті, қараңыздар. Прям қатты соғып кеткен ғой, бамперін. Соғып, тиісіп, қашып кетіпті да. Неге қашып кетесіздер? Хотя бы түсіндірсеңіздер ғой жағдайды. Біз түсінеміз ғой, адамбыз. Просто андай жының келеді да. Когда қашып кетеді, осындай иттіктер істеп кетеді. Хотя біледі, мен машинамен келдім. Инстаграм жазылып тұр. Еще гаишниктер шақырасың, келіп болмайды ғой. Честно айтайын ба сізге, 1 сағаттан асты ғой. 1 сағаттан асты. Шында біздің Қазақстанда гаишниктер жоқ па, или аз ба? Неге ондай болдыңыздар? Бұндай кездерде не істеу керек, айтыңыздар, пожалуйста, совет айтыңыздар. Например, машинамды түйіп қашып кетіпті ше. Мен 12-ден 50 кетіп жатқанда гаишниктерге звондадым. Қазір 2-ден асып кетті, 2-ден 20 кетті ма, білмеймін точно. Уже 1,5 сағат гаишниктер жоқ. Бұндай ситуацияда не істеу керек? Көмектеріңіз действительно керек болып тұр. Бүгінше көмектесіңіздер. Мен жаңа Шымкент департаментіне отмечать етіп қойыппын. Кешірім сұраймын. Алматының аккаунты жоқ шығар, білем, таба алмай қалдым ғой. Басқаша ма? Білем, кешірім сұраймын. Енді білесіздер ме, Алматыда тұратынымды. Қателессем, ничего страшного. Мынандай кезде, тем более мынандай ситуация даже. Шын келеді ғой прям.